көп балалы семьяда өскен. Мына Жаңарқаның қазағы, осы жерден алыс емес. Жаңарқа болса Астанадан тікелей тартса 280 шақырым жерден. Көп балалы семьяда өскен. Шешем 14 құрсақ көтерген, соның 14-ші құрсағы менмін, бірақ оны тірі болған бертінге шейін. Мына Қайрат ағам біледі мен шешемді, қолын ұстаған. Сол жаңағы айтайын деп отырған нәрсе, сол кезде бізге атаның күші ананың үстімен келді. Ана Батыр Баянның жырын маған 6-шы класста жаттатқан әкем. 6-шы класста ол 78-79 жылдар жаттағам. Ана жүрегім мен зарлымын жарағылға, сұмым рабақты ой саналыға дейтінді, бір Мағжан дейтін бір оңбаған бар, байы бар, өзі оңбаған, бірақ сөзі жақсы деп жаттататын маған. Біреуге айтып қоймасын деп. Әкем. Сол Мағжанды мен сол кішкентай кезімнен жаттап өскенмін, сөйтіп сондай ортада өстім. Жаңа шет жағасын, шалдардың шет жағасын көрдім. Мынау кешке қарай ауылда Сәкен дейтін совхоз бар, қасымызда Сәкен Сейфуллиннің туған жері. Сәкен дейтін 25 шақырым жерде аудан орталығынан совхоз бар. Сол жерде Әбдірахман дейтін шал болады. Сол бірнеше көк қасқа тазыларын ертіп, аңға кетіп бара жатқан, қайтып келе жатқанда қоян тазының қанжығасына бөктеріп келіп, сөйтіп жатқанын көріп өстім. Сарбас дейтін шалдың күй тартқанын көрдім. Әбен дейтін жынды шалдың, комик шалдың жаңа қылжақтағанын көрдім. Соны өстіп сіңіріп өстік, біз қазақ болып өстік. Содан кейін политехникалық институтқа түстім. Неге 6 жасынан 5 жасынан бастап ән айтып күй тарта бастадым. Сол кезде маған әкем айт елдің бары. Мына Бекболат балаңыз байқауымша керемет әнші болатын түрі бар, консерваторияға бересіз бе, театральныйға бересіз бе? Жоға, адам сияқты оқиды, не қысы бар. Сосын бір кезде сіз өзіңіз деді, кәке деді, Ғарифолланы жақсы көресіз, Манарбек жақсы көресіз, Жүсіпбек десе ішкенасыңыз жерге қоясыз. Сіз неге әртістен шошисыз десе, Құдай сақтасын, олар әртіс емес, олар әнші ғой дейді. Мен әртіс қылмайын баламды дейді. Сол сөйтті де мектепті мен медальмен бітірдім. Сөйттім де политехникалық институтқа келіп түстім. Сөйтіп 86 жылдың декабрь уақиғасына дейін сол жерде табандап тұрып оқыдым. Сосын декабрьдің уақиғасы келді. Есі дұрыс қазақтың бәрі алаңға шықты. Солардың ішінде болдық. Қырған жоқпыз, жойған жоқпыз. Екі адам дұрыс жұғатын менде әлі жоқ. Көптің қарасын көйіп, соның арасында тұрдық, қайттық. Сол үшін оқудан шықтық. Сөйтіп келдік те қадырлағай консерваторияға түстік. Арасында бірдеңе болса, оқудан шығып қалды деген ұят болып есептеледі. Консерваторияға келіп түскеннен кейін Саида Елеманова дейтін бір жаңағы Майра Уәли қызының бөлесі бар. Сол кісімен келіп жаңа жерде қолына түсіп оқыдым. Сонымен ғылыммен айналыса бастадым. Сол кезде маған ой келді. Бұл қазақты не құтқарады деген, жаңа сіздің сөзіңізге жоқ. Бұл қазақты не құтқарады деген ой келді маған. Сосын мен ойладым, 5 ғасыр жылайдың бірінші томы қазақты құтқарады деп ойладым. Мен солай деп ойладым. Сөйттім де Ақтанбердіні шығардым. Сөйттім де Досманбетті шығардым. Қазтуғанды айттым, басқасын айттым, үйттім, бүйтім, халықтың бойына рух құям деп ойладым. Тыңдады, ағайын ішінде толғанды, үйтті, бүйтті. Соған тамсанып отырған ағайының былайшаға бері өзінің қызындай қызға, өзінің немересіндей қызға көзі жылтиып, еркекшілікпен қарағанын көріп, жүрегім қарайды. Поэзияның бір несі болып, әдебиеттің өкілі болып, халықтың тілі деп сөйлеп тұрған адамның баласының қазақша білмей, соның әкесін жазғанын оқымайтын көрген кезде қаным қарайды. Сол ойладым, әдебиет құтқарады деген бос сөз екен деп ойладым, кешіріңіздер. Содан кейін ән құтқарады деп ойладым, әнді айтып, ән туралы әңгімені айтып келіп, сол кезде зинақорлыққа бұрылған мен ағайынды көрген кезде одан да көңілім қалды. Осы қазақ не құтқарады деп әркім ойлайды ғой. Не құтқарады деп айналып келген кезде Абайға тірелдім. Абай айтты, пендеге иман өзі ашады жол. Мүмин болсаң әуелі иманды бол, пендеге иман өзі ашады жол. Шыр айланда таз ойла бір иманды, мұнафиқтан мағлұм ғой ол дейді Абай. Алланың пайғамбардың жолындамыз, ынтамызды бұзбастық иманымыз, пайда мақтан әуес қой шайтанысы, кәніміз нәпсін тиғанымыз дейді. Я болмаса сиынса сиынатындай Құнанбай, оның әкесі Өскенбайдың әкесі Ырғызбай, Ырғызбайдың әкесі Кеңгірбайдың әкесі Ырғызбай ешкімнен кем емес, бәрін сырғып қояды. Абай, патша құдай сиындым тура баста өзіңе, арғындай ман жиналса таңырқаған сөзіме, самарудың саралтын саудасыз берсең алмайды, Самарқанның бөзіне деп Абайды оқыдым, қайтып тауқитқа келдім. Қазақты иманнан басқа ештеңе құтқармайды екен. Қазақтың діннен басқа ештеңе құтқармайды екен. Сіз дін туралы айту керек бұл. Дін туралы айту керек бұл. Рас, мен сақалымды қойдым, сақалымды тек қана бір діндарлықтан емес, Ахмет Байтұрсыновқа еліктедім, Ыбырай Алтынсаринға еліктедім. Өзі былай қараңыздар, әрлі-берлі 20-шы ғасырға шейін қазақтың ішінде сақал жоқ, қазақ та болыңыздар. Ырымға сақалсыз қазақ жоқ. Бірақ қазақ бар, сақалсыз олдар көрсе, ето аферист. Енді қарап отырыңыздар ағайын. Енді осындай сыртқы сипатпен келеді қазақшылық, киген киіммен келеді, сөйлеген сөзбен келеді, ішкен тамағың келеді. Сол балаңа соны жақсы көрді, өзің жақсы көр, туған туысыңа жақсы көр. Сол даланы жақсы көр, сол елді жақсы көр.
Сыңсыған Алатаудың бауырына бар, қандай сұлу. Маңғыстаудың құмына бар, Үстіртке бар, қандай сұлу. Оралдың жыңғылана Еділдің жайықтың бойында талға қара қандай сұлу. Баянауылға бар, қандай сұлу. Біздің Жаңаарқаға келіңіз, қалай сұлу. Қарқараларыңыз қалай сұлу. Ақсу Жабалыға барыңызшы, бауырынан кеткіңіз келмейді. Машаттың бойында көктем қара шит істеп шалқаңыздан астыңызға киіз төсеп жатыңызшы. Не деген ғажап нәрсе. Осының бәрін сезіну үшін ол көп мидың керегі жоқ. Осыны сезіну үшін иман керек екен ағай. Сондықтан мен сіздің сөзіңізге беретін жауабым сол, қазақты құтқаратын нәрсе бұл тұтас дін, қазақты құтқаратын нәрсе ата бабаның дәстүрі, аманаты. Абай жүрген жол. Бұхарлар айтады, бірінші тілек тілеңіз дегенде не тілейін дегенде, бірінші тілек тілеңіз бір Аллахқа жазбасқа дейді. Бесінші тілек тілеңіз 5 уақыт 5 намаз бір қаза қалмасқа дейді. Әбден коммунистік идеология кеудемізге кейде сіңіп кеткен. Бұндай нәрсе миымызға кірсе де кірмейді, қабылдағымыз келмейді. Өйткені коммунистік идеологияның өзі дін, бір діннен екінші дінге өту үшін адамға үлкен қайрат керек. Үлкен қайрат керек. Ол қайрат арыстың азаматтың қолына келеді. Мен жерде өмірде қайтпайтын мақтайын деп отырған жоқпын. Биыл Ауызбековтің ана жолы халыққа уағыз айтқан. Бұл халықты сақтаудың осы бір жолы осы екенін білгендіктен осындай азаматтар үлкен қадамға барып жатыр. Кейбір ағаларымыз шығып, мен қазақтың жастарын бүгін діндарлығынан қорқам деудің ар жағында, орыс болғаннан қорықпайсың ба? Американец болғаннан қорықпайсың ба? Олардың мына қыз-теке болып кеткеннен қорықпайсың ба? Ақтөбедегі қазақтың қыздарын топ-тобымен Қытайға тиіп жатқаннан қорықпайсың ба? Сендер, ағайындар, сендер қорықпайсыңдар ма? Қытай болып кеткеннен қорықпайсыңдар, орыс болып кеткеннен қорықпайсыңдар, дінін сатқаннан қорықпайсыңдар, саусағын дорбаның ішіне шығарып кришнаит болғаннан қорықпайсыңдар, свидетель болғаннан қорықпайсыңдар. Бекболат Тілеухан сақал қойғаннан неге шошисыңдар? Шошитын ештеңесі жоқ. Бұл Ахметтен қалған сақал, бұл Абайдан қалған сақал, бұл Шыңғожадан қалған сақал, Қазыбек Айтеке жаңағы Төле билерден қалған сақал. Сондықтан ұлттық сипатты сақтаудың бірден бір жолы ол дін ағай. Келісерсіздер, келіспессіздер. Осыған негізі ұлтқа жандарыңыз ашса, іштей осыған келісіңіздер. Ең құтты өздеріңіз оқымасаңыздар, кейінгі жастар келіп жатқан жастарға тіл тигізбеңіздер. Қазір қазақ аман қалады. Мағауиннің айтқан сөз бар, 10 миллионға жеткен халық құрмайды дейді. Құриды дегеннің аузына шоқ түссін дейді. Шынында да қазақ 10 миллион асты құрмайды, қазақ құриды дегеннің аузына шоқ түссін. Баяғы Сталин атып тастаған, біз жеңілеміз деген адамды паника көтерген. Қазақ енді құрмайды, онысы тіпті құрмайды. Қазір біз мешітке барыңыздар, жастар толып жүр. Қазір имандылық орталығына барыңыздар, біздің қарындастарымыз, зінділеріміз осы халықты бірдеңе сақтап қалады. Енді осы айтылған нәрсеге, мына жаңа айтылған менің мұраларым бір тұзық болады. Осыны сезініп келіп айтса, ой, зор сүйініш айтай мұсылман болып туғанға деп Әбу Бәкір кердерлер айтты ғой. Айтты. Кеше Қобылан жырын айтқан кезде, кеше бұрынғы өткен заманда дін мұсылман амамында деп басталды ғой жыр. Басталды. Ассалаумағалейкум Наркемпірбай, науқасқа шипа берсін патша құдайды кім айтты? Әсет айтты ғой. Кімге айтты? Кемпірбайға айтты. Я болмаса кім дейді? Арғынның атын мәсет Қарашордан, ішіне молдалы шықтым молдан, әуелде Қазіреттің шәкірт едім, осы өлең адастырда орта жолдан, алтынды жезге әрбес етпегенде сол кезде тумас беді аймауынан деп кім айтты? Әсет айтты. Имандылыққа деген қазақтың берген бағасы сондай болған. Сондықтан ондай нәрседен қатты шошуға болмайды. Бір айтайын деп келген дүнием осы болатын ағайын.